Бірде алыс патшалықта өмір сүріп жатқан жас әрі ешкімге ұқсамайтын батыр балаң жігіт шашты әзиз құс атып әрі шомылып қайтуға көл жағасына келеді. Көл жағасына жақындай бергенде жас арулардың күмістей сыңғырлаған дауысын естиді. Қамыс арасынан баспалдап келіп қараса, ай десе аузы, күн десе көзі бар 4 ару шомылып жүр екен. Олардың ішінде біреуінің сұлулығы сондай, күлсе күн ашылып, бүкіл көл жағасындағы көк құрақтар қосыла күліп жатқандай көрінеді. Мұндай сұлулыққа тәнті болған шашты әзиз, әлгі қыздың көл жағасында жатқан киімдерін білдірмей алып тығып қояды. Көп ұзамай сыртқы қауіпті сезінгендей 4 қыз үрпектей жағаға шыққанда, өздеріне есі кете қадалып қарап тұрған жігітті көреді. Сөйтсе бұл 4 қыз перінің қыздары екен. Бір қарағанда үсті басын түк басқан жігіт түрі қорқынышты болса керек. 3 пері қызы көйлек қанаттарын киіп ұша жөнеледі. Тек ішіндегі ең сұлу қыз амалсыз көл жағасында қалып қояды. Пері қызы әзизге киімдерімді бер, бар тілегіңді орындаймын, тек мені қоя бер деп жалынады. Әзиз сұлуға көңілін білдіріп, оның сұлулығына бас иіп, пері қызына маған жар бол деп ғашықтық сырын айтады. Қыз келіседі, бірақ 3 түрлі шарт қояды. Бірінші шартым, мен басымды жуып жатқанда шашыма қарамайсың. Екінші шартым, ешқашан менің қолтығымның астына қарама. Үшінші шарт, мен аяғымды жуып жатқанда башпайларыма қарама. Осы 3 шарт бұзылмаса, біз мәңгі бақытты ғұмыр кешеміз дейді. Бұл 3 шартқа әзиз келіседі. Солай той жасап, ол пері қызына үйленеді. Осылай күндер өтіп жатады. Бір күні әзиз аң аулап келе жатып, көл жағасында көлең қамыс арасында әйелінің киімін көреді. Бойын қызығушылық билеп, келіншегін баяғыдай көл бетінде ақ сазандай шомылып жүргенін бір көргісі келеді. Жасырын келіп қамыс арасынан қараса, әйелі көл жағасында шашын шеке сүйегімен шешіп қолына алып жуып отыр екен. Бұны көргенде дүниенің бәрін ұмытқан шашты әзиз таңырқанып тұрып қалады. Жуынып болған келіншек оны байқап қалып қатты ренжіп, әзиз, сен уәдеңде тұрмадың, мен бір жолға кешіремін, ендігі қалған шартты бұза көрме, өзің бақытсыз ғұмыр кешетін боласың деп ескерту жасайды. Осылай күндер артынан күн өтіп жатады. Бірде ел аралап шаршап келе жатқан әзиз қараша үйіне кіріп келсе, әйелі суға түсіп жатыр екен. Осы кезде ойламаған жерден келіншегінің қолтығының астына көзі түсіп кетеді. Қараса, келіншегінің қолтығының асты үңірейген қуыс екен. Бұл да пері қызына тән жұмбақ қасиеттің бірі еді. Пері қызы шашты әзиздің өзінің қолтығының байқап қалғанын сезеді де, қатты ренжіп тұрып, асыл ерім, біз о баста 3 шартты бұзбасқа септескен едік, бірақ сен серт шартын 2-ші рет бұздың. 3-ші рет кешірім жоқ. Осына жадыңда сақта деп ескертеді. Бірақ жазымыштан озымыш жоқ демекші. Бір күні шашты әзиз әйелінің аяғын жуып отырған сәтінде үстінен түсіп қалады да, оның башпайларына еріксіз көзі түседі. Қараса, әйелінің аяғында 2 саусағы ғана бар екен. Бұл пері қызына тән 3-ші қасиет еді. Шашты әзиздің шартты 3-ші рет бұзғанын сезген пері қызы, амал қанша, мен саған о баста ескертіп едім, енді мен саған жоқпын. Саған айтарым, ішімде балаң кетіп барады.
мен сенің балаңды Қойкен деген шаһардың қасындағы қалың шеңгелге тастап кетемін. Сол ортадан табатын боласың, қош бол деп құсқа айналып ұшып кетеді. Шашты Әзиз құлай сүйгенінен айырылып аһ ұрып көп қайғырады. Ақыры баласын тауып алып, осы жерде мекен етіп тұрады. Баласының атын Фарфария қояды. Одан Қарақия туылады. Қарақиядан бүкіл қазаққа мүшкір батыр Едіге туылады.